технология қарқынды дамыған сайын пайдалы дүниелермен қатар қоғамды дүрліктіретін, ел ішіне іріткі салатын зиянды әдістер де өмірге келіп жатыр. Сондай қауіпті құбылыстардың бірі дипфейк технологиясы. Бұл жасанды интеллект көмегімен жасалатын жалған фото, видео, аудио жазбалар. Мұндай технология әсіресе қоғамның басқа салаларымен қатар дін саласындағы деструктивті ағымдарда өздерінің жымысқы ойларын жүзеге асыруға пайдалануы мүмкін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осыған байланысты арнайы пәтуа қабылдаған болатын. Онда адамдардың айтпаған сөзін айтқан қылып жалған видео жасау, тіпті қайтыс болған адамдарды видеода сөйлетіп қою шариғатқа қайшы екені айтылған. Мұндай жалған ақпарат тарату ел тыныштығын бұзып, қоғам ішінде іріткі тудырады делінген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мәлімдемесінде. Осы орайда дін мамандары ChatGPT секілді нейро желілерден діни пәтуа сұрау да дұрыс емес екенін ескертіп келеді. Мәселен, Мысырда өткен халықаралық конференцияда бүкіл әлем ғалымдары бұл мәселеге арнайы тоқталып, бір ауыздан пәтуаны жасанды интеллектіден сұрауға болмайды деген шешімге келген. Ақиқат пен жалғанның ара-жігін айыру қиындаған бүгінгі заманда интернеттегі әрбір күмәнді хабарламаға сергек қараған абзал. Шынайы көрінген сөзге де сене бермеген жөн. Бұл ең алдымен өзіміздің және жақындарымыздың қауіпсіздігі. Өйткені қазір шындықтың терісін жамылған жалғандық көп.